Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін мен сіздерге сүтсіз, жұмыртқасыз жасалатын 15 минутта мұздай суда ашитын дәл осындай жұп-жұмсақ булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін өткізбей қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мұздай салқын бір кесе суымызға жарты шай қасық тұз, бір шай қасық қантымызды, 40 грамм майымызды салып жақсылап араластырамыз. Дәл осындай ашытқымызды салып, 10 грамм салсаңыздар жеткілікті. Мұздай салқын суымызды және ерітілген сары майымызды салып, жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қамырымыз июі қанғанша дәл осындай үстінен сары май қосып, тағы да илейтін боламыз. Енді келесі кезекте ыдысымыздан алып, осындай патнеске немесе үлкен тарелкаға осылай қолымызбен жайып, бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге 15 минутқа қалдыратын боламыз. 15 минут өткеннен соң қамырымыз көтеріледі. Дәл осындай болып көтеріледі. Осы қамырымызды алып, түрлі бөліктерге бөлетін боламыз. Дәл осылай пышақтың көмегімен кішкене бөліктерге бөліп шығамыз, және де барлығын доп-домалақ етіп, екі қолдың көмегімен осылай домалатып противенге немесе тақтайға, патнеске орналастырып шығасыздар да бетін кішкене жауып қоясыздар. Келесі кезекте осыны шетінен ала бересіздер, және де қолдың көмегімен осылай басып шықсаңыздар жайылады. Ешқандай оқтаудың қажеті жоқ, және де форма жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, екі жағынан, сосын астынан бір, және екі шетінен екі реттен кесетін болсаңыздар, дәл осындай видеода қарап тұрғандарыңыздай бабочканың суреті шығады, яғни бантиктің суреті шығады. Көбелек емес, бантиктің суреті шығады, көбелекке ұқсас. Дәл осылай екі шетін астына қарата қоясыздар, және бетіне осы үстіңгі бөлігін қойып, жоғары жақтан дәл осылай астына қарай қайтарып жабыстыратын боласыздар. Сонда дәл осындай бантик болып шығады. Келесі тию, бұл дәл осылай қамырды кішкене қолымызбен созып аламыз. Сопақтау болуы қажет. Дәл осындай ұзынша болуы керек. Қолмен созып болғаннан соң үстіне мак себетін боламыз. Магымызды сеуіп, рулет етіп ұзыннан ораймыз. Ұзына бойы орап болғаннан соң дәл осылай видеодағыдай тартып орайсыздар. Орап болғаннан соң тура дәл ортасынан кесесіздер. Жоғар жағын кеспейсіздер, тек кішкене осылай бас жағын кішкене қалдырасыздар. Және кесілген бөлігін алға қарата өргендей, алға қарата осы видеодағыдай орап шығасыздар. Барлығын орап болғаннан соң, енді дәл осыны тағы да домалатып шықсаңыздар, дөп-дөңгелек әдемі форма болып шығады. Келесі кезекте енді вареный сгущенкамен, яғни начинкамен жасалады. Оны да осылай қолдың көмегімен ұзынша сопақ етіп жайып аламыз, және де араларын дәл осылай пышақтың көмегімен кесім жасап шығамыз. Вареный сгущенка салынған жерін дәл осылай қолдың көмегімен кішкене басып жіберіңіздер, және де мынау кесілген бөлігін кішкене ашып, дәл осындай форма жасайтын боламыз. Келесі кезекте бетіне осындай сахарный пудра сепсеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ, тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет және қолжетімді ғана заттардан жасалынады. 15 минутта мұздай салқын суда дәл осындай жұп-жұмсақ булочка жасай аласыздар. Сонымен қатар менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.